Сәлеметсіздер ме? Мен Қарақожа Тілектес Сәрсенғалиқызы, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылының номері 9 бастауыш мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің бүгінгі педагогикалық идеяға арналған тақырыбым көз көреді, бірақ ми байқамайды. Зейіннің таңдау принциптері. Бағыты когнитивтік даму және құзыреттілік. Менің мақсатым зейіннің таңдамалық қасиетін пайдаланып, оқушының оқу процесіндегі назарын тиімді басқару. Бүгінгі таңда әрбір мұғалім сабақ барысында бір қызық жағдайды жиі байқайды. Бала бәрін көріп отыр, бірақ ең маңыздысын байқамай қалады. Бұл оқу сапасына тікелей әсер ететін өзекті мәселе. Сондықтан менің педагогикалық идеям зейіннің таңдау механизмдерін сабақта дұрыс іске қосу арқылы оқушының оқу тиімділігін арттыру. Бұл идеяның өзектілігі қазіргі балалардың ақпарат көптігінен зейіннің тез бөлінуі. Мен бұл тақырыпты таңдадым, себебі өз жұмысымда оқушылардың ақпаратты байқамауынан көп қате жіберетінін көрдім. Сол мәселені ғылыми негізде зерттеп, шешімін іздеуге шынайы қызығушылығым туды. Менің міндеттерім көз көреді, бірақ ми байқамайды құбылысының ғылыми негізін түсіндіру. Зейіннің таңдау принциптерін сабақта қолдану жолдарын көрсету. Оқу сапасын арттыратын практикалық әдістер ұсыну. Өз тәжірибемнен алынған нақты нәтиже мысалдармен дәлелдеу. Зейіннің принциптері. Зейіннің принциптері 3 түрге бөлінеді. Олар маңыздылық, жаңалық және қоздырғыш күш принципі. Енді осылардың әрқайсына тоқтала кетейік. Маңыздылық принцип. Миға эмоциялық және жеке маңызы бар ақпарат тез өтеді. Сондықтан бала сюжетті суретті есте сақтайды, бірақ грамматиканы назардан тыс қалдырады. Жаңалық принцип. Жаңалық мидың табиғи магниті. Күтпеген мысал, дауыс ырғағының өзгеруі баланың зейінін қайтарады. Қоздырғыш күш принципі. Қимыл, визуал, дыбыс, контраст мидың оятқышы. Бұл принциптерді түсінбейінше оқушыдан толық назар күту мүмкін емес. Мен сабақтарымда визуалды рамка, стрелка, маркер, қысқа схемаларды пайдалану арқылы ақпараттың ең маңызды бөлігін бөлек көрсетемін. Көрнекілік ол мидың фильтрін ашады. Визуал сигналсыз ми 60% ақпаратты байқамайды. Бұл дәлелденген дерек. Мен қолданатын әдістер: әріптер тізбегі, санды лабиринт, шапалақ, аяқ, 5 саны оң қол, 2 саны сол қол, печенеге тіліңді жеткіз, 2 қолмен сурет, интерактивті ауыстыру әдісі. Енді осылардың әрқайсына тоқталып өтетін болсақ, әріптер тізбегі әдісі. Әріптер арасынан буындарды тауып үстінен сызады. Санды лабиринт 1-ден 50 немесе 25-ге дейінгі орындары ауысқан сандарды рет-реттілігімен табады. Бұл мидың сүзгісін ашатын әдіс. Шапалақ, аяқ, 5 саны оң қол, 2 саны сол қол әдістерінде бейне жазба беріледі. Сол бейне жазбада әрпі көрінген кезде балалар шапалақпен ұрады, әрпі көрінген кезде аяқпен соғады, 5 саны көрінген кезде оң қолды қозғалтады, 2 саны көрінген кезде сол қолды қозғалтады. Яғни ол жай жылдамдығы жоғарылай береді. Сол уақытта бала зейінін қойып, тезірек қимыл жасауға әрекеттендіреді. Печенеге тіліңді жеткіз. Аты өте қызықты естілгенмен, бұл өте қызықты әдістердің бірі. Печенені ауыз қуысының үстіне қою арқылы тілді созып, сол печенені бір реттілікте ұстап тұру арқылы 2 қолды айналдырып қимыл жасайды. Бұл жерде 3 нәрсе: ми, ауыз қуысы және біздің қолдарымыз бір уақытта қозғалыс жасайтын болады. Бұл әдісті инклюзив оқушыларға қолдансаңыздар болады. Келесі 2 қолмен сурет әдісі. Оқушының 2 қолына карандаш, қалам беру арқылы 2-ге бөлінген үзік сызықтарды бастыру арқылы баланың зейінін бір уақытқа реттестіріп қою.
интерактивті ауыстыру әдісі. Көру, есту, жазу, қимылды алмастырып отыру арқылы зейінді жоғалтпау. Жоғарыда аталған әдістерді қолданғаннан кейін мен мынандай нәтижені байқадым. Тапсырманы бастау уақыты 40 секундтан 12 секундқа қысқарды. Мәтінді түсіну көрсеткіші 30%-дан 10%-ға дейін түзелді. Оқушылар нұсқаулықтың жасырын бөлігін байқамай қалу жағдайы 2 есеге азайды. Мен бұл тақырыпқа қызығушылығым дәл осы өзгерістерді көрген кезде артты. Зейінді дұрыс басқару мұғалімнің ең қуатты құрал екенін бұл тәжірибелер көрсетті. Қорытындылай келе, көз көреді, бірақ ми байқамайды. Бұл оқушының әлсіздігі емес, мидың табиғи жұмысы. Егер біз зейіннің таңдау принциптерін түсінсек, баланы оқу процесін жеңілдетіп, оның когнитивтік дамуын жылдам арттыра аламыз. Менің педагогикалық идеям ақпаратты миға байқату, маңыздысын сүзгіден өткізуге үйрету, зейін механизмін сабақтың басты құралына айналдыру. Бұл идея бүгінгі ақпарат көп заманында өте өзекті, толық зерттелген және тәжірибелік тиімділігі дәлелденген. Мақсат қою. Бұл қайда баратынымызды алдын ала білу. Мақсат неғұрлым нақты болса, оған жетудің жолдары да соғұрлым тиімді болады. Назарларыңызға рахмет.